Барлықтарыңызға сәлем, каналымда сізді көргеніме қуаныштымын. Бүгін сіздерге барлық тамақтың дәмін келтіретін және де қыстыгүні өте керемет сізге дәмдеуіш болатын аджиканың рецептімен бөлісемін, және де банкаға жабу немесе қатыру жолын да көрсеңіз болады. Ал ендеше бізге керектілері бұл болгар бұрышы, қызанақ керек, және де ащы бұрыш керек. Сосын сарымсақ керек. Сарымсақты көп мөлшерде сарымсақ болған кезде қалай тез тазалауға болатын видеосы каналымда бар, тамашаласаңыз болады. Ал енді осының барлығын жуып, кесіп, ұсақтап турап аламыз, ет тартқыштан өткізуге ыңғайлап аламыз. Міне осылай барлығын турап, дайындап алдық. Қызыл ащы бұрыштың ішіндегі дәндерін алып тастасаңыз болады, немесе қалдырсаңыз да болады. Егер дәндері қалса, оның ащылығы одан да жақсы болады. Енді барлығын араластыра отырып, ет тартқыштан өткізіп дайындап аламыз, және де бірден қайнататын ыдысымызға, яғни осындай бір үлкенірек кастрюльге барлығын жинап отырамыз. Енді осы ыдысымызды отқа қоямыз, яғни орташа отта шамалы араластырып, сосын бетінден шамалы осылай көпіріктері пайда болып, қыза бастаған кезде оған біздің керек дәмдеуіштерімізді қосамыз. Яғни бұл жерде бізде тұз керек, қанша грамм қосу керек екенін барлығын описанияға түсінікті етіп жазып қалдырдым. Және де қант қосамыз, сосын біздің уксусымызды қосамыз. Енді осының барлығын араластырамыз. Менде осындай 9% уксус. Енді жақсылап араластырып, отта қайнатамыз, және де қайнатқан кезде міндетті түрде кастрюльдің беті ашық тұрсын. Сол кезде оның суы ылғалы ұшып, сіздің аджикаңыз қоюлана түседі. Енді арасында осылай шамалы араластыра отырып, 30-35 минуттай қайнатамыз, және де аджиканың осы түрін жасаған кезде, егер ауа райы жылы болса, шамалы терезені де ашып қойған дұрыс болады. Себебі дегенмен біз ашық қызыл бұрыштан жасап жатқандықтан, бөлменің ауасын кішкене тазартып тұрған дұрыс болады. Осылай шамалы араластыра отырып, 30-35 минут қайнатамыз. Сосын қайнап болғаннан кейін бірден банкаға құйсаңыз болады, бірақ мен осылай блендермен жақсылап бір езіп алғанды жөн көрдім. Және де бұл ыстық кезінде, қараңыздар, буы шығып жатыр, суытпаймыз. Ыстық кезінде осылай блендермен еземіз, және бірден стерилизация жасалған банкаларымыздың да ыстық күйінде аджикаларымызды құямыз. Менде мына жерде енді кешіресіздер, воронка болмай қалғандықтан осылай фольгадан жасап алдым. Бұл да жаман емес. Дәл осылай бетіне дейін прям аузы мұрын толтырып тұрып құямыз, және де стерилизация жасалған крышкаларымызбен жауып, банкамызды төңкеріп қоямыз, дәл солай суытатын боламыз. Мен осылай 4 шағын банканы жаптым, ал қалған аджиканың барлығын мен морозилікке қатырып тастаймын деп шештім. Ол үшін маған осындай мұз қатыратын пакеттер көмектеседі. Және де бұлар қолданған кезде де өте ыңғайлы, өзіңізге керек 3-4 кубигінен алып отырып, ертіп отырып жеуге болады. Оған құю ыңғайлы болу үшін мен осындай кондитерлік қапшыққа қалған аджикамды суытамын. Бұл жерде енді шамалы суыған аджика, соны құйып алып, осындай кондитерлік қапшықтың басын шамалы кесіп, мұз қатыратын осындай пакеттерге ішіне толтырып тастаймын. Өте орынды да алмайды, өте ыңғайлы. Қыстыгүні керек өзіңізге 3-4 кубигін қиып алып, ыдыстың ішіне салып ерітіп, тамағыңызға қолданып жей берсеңіз болады. Дәл солай қалған аджиканың да барлығын пакеттерге құйып тастадым. Ол өте ыңғайлы, морозиліктің ішінде де орынды өте аз алады. Банкаларды қоятын жер болмаса, осындай пакеттерге де қатырсаңыз болады. Міне осымен біздің аджикамыздың жасалу жолын көрсеттім сіздерге. Өте оңай, жасап көріңіздер, өте дәмді болып шығады. Видео ұнаса, лайк басып, комментарийға өз пікіріңізді қалдыра кетіңіз.